Саламатсыздар ма студенттер? Авиценна көпсалалы медициналық колледжінің жаратылыстану кафедрасының оқытушысы, экология пәнінің оқытушысы Байсбеков Арапбек Мұхтарұлы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қоршаған ортаның радиоактивті ластануы. Бүгінгі сабақтың жоспары радиоактивті ластану, антропогендік ластану, ластанудың компоненттері, әлемдік мұхиттың радиоактивті ластануы, тірі ағзалар мен топырақ жамылғысының әсері және семей зардабы болып келеді. Яғни радиоактивті ластану дегеніміз қазіргі таңда қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздік проблемалары туындауда. Топырақ, өсімдік, судың химиялық заттармен ластануы топырақ құрамындағы химиялық өзгерістерге алып келеді. Жер шарындағы кейбір аймақтарда техногендік қалдықтары табиғи норманы бірнеше есе артық түседі. Радиоактивті ластану атом бомбасының жарылу кезінде иондалған радиация әсерінен радиоактивті бөлшектер ауқымды түрде үлкен аймаққа таралады. Осының кесірінен топырақ жамылғысының су қоймалары мен тірі организмдерге зардап шегеді. Көптеген радиоактивті ластану кезінде қоршаған ортаға өте қауіпті әсер ететін физикалық ластанудың түрлерін айтамыз. Бұл ластану адам денсаулығы мен тірі организмдерге радиациялық сәулелер арқылы зиянды әсер жасайды. Келесі слайдымызда қарасаңыздар, антропогендік әсер. Антропогендік әсер дегеніміз техногенді радиоактивтілік адамның іс-әрекетінің нәтижесінде болады. Адам өміріне өте қауіпті радиациялық антропогендік әсерлер адамзаттың мына әрекетімен тығыз байланысты. Атом өнеркәсібі, ядролық жарылыстар, ядролық энергетика және медицина және ғылым болып табылады. Ең басты ластаушы радиоактивті компоненттер цезий, йод, стронций болып табылады. Радиация әсерін қоршаған ортаның адам организміне теріс әсер ететін факторлардың бірі радиация болып табылады. Радиация адамның клеткалар мен органдардың түрлі функцияларының зиянды әсер етеді. Радиация әсер еткен клеткалар шапшаң бөліну арқылы құрамының өзгеруі мүмкін. Келесі слайдымызда радиоактивті заттардың қорғану. Радиоактивті заттардан қорғаудың бірнеше жолдары бар. Олар физикалық, химиялық және биологиялық тәсілдері. Физикалық тәсіл дегеніміз бұл тәсілдің ұйғаруы бойынша дер кезінде қол аяқты денені жылы сумен жуып отыру керек. Егер кішкентай бөлшектер ірі органдарға өтсе, ол тез арада ағзадан шыға қоймайды. Әсіресе радий, уран, плутон, стронций және цирконий бөлшектері. Олар радиоактивті сәулелерді таратады. Келесі слайдымызда әлемдік мұхиттың радиоактивті ластануы. Әлемдік мұхиттың ластануының ең басты себептері радиоактивті ластану жарылыстардың әсерінен мұхиттарға тасталған радиоактивті қалдықтар әсері, ірі авариялар әсері, радиоактивті қалдықтардың мұхит түбіне тасталуы 1994 жылы Израильде болған және Чернобыль атом реакторлары әсерінде пайда болған. Әлемдік мұхиттарда цезий 137, стронций 90, кейбір радиоактивті ластағыш заттардың өте ұзақ уақытқа дейінгі тұрақтылығы әсерінен мұхиттағы тірі ағзаларда мутациялық өзгергіштер пайда болған. Топырақтың жамылғысының радиоактивті ластануы. Халықтың көп мөлшерде радиоактивті заттарды қолдануының әсерінен жер бетінде радионуклеотидтармен ластанады. Солтүстікке тән өсімдіктер радиоактивті цезийдің сақтанудан жоғары көрсеткіші көрсетеді. Осының әсерінен сол аймақтардағы бұғылар организмдегі жоғарғы изотоп көрсеткіштермен ерекшеленеді. Өсімдіктер және жануарлар дүниесінің радиоактивті ластануы. Биологиялық аккумуляция көрсеткіші жоғары өсімдіктердің өзінде түсінің өзгеруіне байланысты көзқарастар байқалады. Ал бұларды кейде табиғи индикатор ретінде қарастыруға болады. Келесі, радиоактивті заттардың қайта өңделу. Қазіргі кезде ең басты дерлік әлемдік проблемалардың бірі радиоактивті заттардың қайта өңдеу болып табылады.
Бұрынғы кездердің өзінде радиоактивті су асты көлемдеріне өз су астына жіберілмеген болатын. 1994 жылға дейін 121 атомдық су асты кемелері эксплуатацияланған болатын. Келесі слайдымызда Семей полигонына тоқталсақ, Семей полигоны КСРО-ның кезінен ядролық сынақ полигондарының бірі, аса маңызды стратегиялық объектісі болады. КСРО заманында Қазақстанның аумағында атом бомбалары сынақтан өткен. Ол үшін арнайы 18 миллионға жер бөлініп, Семей ядролық полигоны ашылды. Бастапқысында адамдарға, жануарларға және табиғатқа тікелей зардабын тигізіп, ашық сынақ жасалды. Сосын оларды жер астына жасай бастады. Атом бомбаларының жарылыстары сұмдық ауыр болды. Семей маңындағы радиациялық әсер аймағынан тұратын 500 мыңдай адам осы сынақтан зардап шекті. Семей ғалымдары мен дәрігерлерінің пікірінше, сәуле алған ата-анадан туған екінші ұрпақ денсаулығы бірінші ұрпақтың, яғни тікелей сәуле алған балалардың денсаулығынан едәуір төмен. Бұл сәуле алудың генетикалық этап зардаптары. Сонымен қатар Семей өңірінде лейкоз, қан рагы, лимфоцит, аққан ауруымен ауыратын адамдар көбейген. Үйге тапсырма, Қазақстанның экологиялық проблемаларын жеке-жеке жазып, бізге Smart Nation порталына кері байланыс қайтарыңыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.